қазіргі жастар өте тез ойланады. Қолдарынан көп нәрсе келеді. Ортасы дұрыс болу керек. Мақсаттары айқын болу керек екен. Мен мысалы бұны шығармашылыққа жатқызар едім. Бұлақты көрдім. Енді көздерін ашуға себепкер болып қалсам, ол да бір көзге көрінбейтін плюс емес пе? Бүгінгі күнге дейін олар жарты сомын тауып қойды. Енді кешке дейін тағы не ойлап табады екен, Все, ребята, келдік. Давайте. Все, давай сәттілік, тамирис. Мирис. Саған сәттілік, тамирис. Күнің сәтті өтсін. Сосын қабыласамыз. Давай. Жақсы оқыңдар сабақтарыңды. Все, давайте. Давай. Все, давайте, жігіттер. Все, бүгін 5 алыңдар. Сен бүгін 6 ал. Сен бүгін 7 ал. Сен бүгін өзіңе тамақ ал дұрыстап. Тамақ же. Давай. Енді қараңызшы, Марс мырза, сіздер де жыл сайын осылай профсоюзге наличка берушілер ма? Кім? Гүлнұр Маратқызы. Гүлнұр ханым. Мен ондай нәрсе маған норма. Ондай нәрсеге мен бас қатырмаймын. Мен бәрімен осы бірге жүрген адаммын ғой, әйтеуір. Мен берекетімді алмаңызшы. Онда сіз де жұмысқа солай кірдіңіз ғой? Қалай? Бірдеңе қыстырып дегендей. Жоқ ондай. Ондай жоқ бізде. Қыстырмаймыз біздер. Тілек, сіз ше? Немен? Сіз қалай кірдіңіз бұл жұмысқа? Қалай кірдім? Сізден профсоюзге деп ақша алды ма? Біздің айтып атқанымыз осы. Почему я так говорю? Это же нелогично. Енді жұмысқа кіргенде ол... Что обсуждаем? Не істеп жүрміз? Шығып баратым мен уже. Мен де сол шығып бара жатқан. Айнагүл Батырғалиқызы, менің сізге сұрағым бар еді. Тыңдап тұр. Профсоюз жайында білгім келеді. Неге бұндай сұрақ? Не керегі бар? Сізге осы информациялардың басқа сұрағыңыз тасылып қалды ма? Әлде жұмысыңыз ұнамай жүр ма? Может, коллектив ұнамай жүрген шығар сізге? Мүмкін жұмыс іздерсіз. Айнагүл Батырғалиқызы, сіз мені мүлдем түсінбедіңіз. Онда өтініш. Жұмысыңызды істеңіз бар. Оқушылар, мен жаңа мектепке келе жатқан кезде бір видео көрдім. Ол видеода адамдар бір-біріне шындық айтып жатыр. Ана видео сондай эмоциональный. Мен ойладым, неге біз өзіміз істеп көрмейміз осыны? Давайте бүгінгі күнді шындық айту болсын. Мысалы, мен өзімнен бастайын. Так, мен енді мойындаймын. Басында келген кезде не серьезно қарадым сендерге? Просто өзім тарапатым, жүріп деп қарадым. Бірақ уақыт өте келе мен сіздерден көп нәрсе үйрендім. Каждыйыңыздан көп нәрсе үйрендім. Байқап жүрміз ағай. Біз де сізден көп нәрсені үйрендік. Тілек ағай. Сіз де бізді кешіріңізші. Біз сізді дұрыс тыңдаған жоқпыз. Тіпті сіздің сабағыңызға да қатыспаған оқушылар болды. Ағай, негізі біз сынып болып жасырып жүрген бір құпия бар. Не құпия ол? Мүмкін айтатын кез келді. Бүгін шындық күні болса, ағай шындығын айтып тұрса бізге, біз неге айтпаймыз? Мүмкін жауабын табатын шығар. Дұрыс қой, не болды, не болып қалды? Айтсындаршы маған, мен может көмектесем, ешкімге айтпаймын мен. Мен айтайын. Кім? Бауыр, айтшы, не болды? Тілек ағай, біздің Баян апайымызға ақша жинап жүрміз. Ол ауруханада жатыр. Мәссаған. Сол завуч айтты ма, айтпады ма? Жоқ, енді менен де бір шындық болсын, маған ешкім ештеме айтқан жоқ Баян Жомартқызы туралы. Айтшы до конца. Баян Жомартқызы тек қана күйеуімен тұрады. Жағдайы мәз емес, біздікі де емес. Ал операция болса, біздің экзамен күнге келіп тұр. Мәссаған. Так. Ағай, бізде бір өтініш бар. Осыны ата-анамыз білмесін. Екеуін есептесеңіз қанша болады?
4300 и 5500. Ойбай, неге сонша қымбат? Алғанымыз 2 тағам, 2 чай ғана. Мына қасық, вилка, кесе бәрін есептеген шығар. Сіз кеше ғана келгенсіз ау деймін, қазір магазинге барсаңыз да сондай баға шығатын заман болды. Тем более аренда деген бар. Қанша сонда арендаңыз? Ой, білмеймін, ол күнде ауысады ғой. Қыздар, бауырсақ дайындадыңдар ма? Әсет, мұнда түсініксіз бірдеңелер болып жатыр. Ту, сен де қоймайсың, жүрші ана жерге отырайықшы. Сонда сіздер ақшаны қалай жинап жүрсіңдер? Біз әке шешеміз сыйлаған қымбат заттарымызды сатып, енді операцияға жарты соңы тауып қойып отырмыз. Шындық осы ағай. Так. Оқушылар, ең біріншіден ата-ананы алдауға болмайды, біз соны білу керекпіз. Ата-ана деген ол өмірдегі жалғыз сенімен сырласатын досың ғой. Мен түсініп банаға істерінде енді қатты рискованный екен, бірақ бәрібір оларға ескерту керек. Сондықтан давай былай жасайық. Так, каждыйымыз қазір өзіміздің ата-анамызға звондап, банаға айтқан істерінде мойындап, кешірім сұрау керекпіз. Жақсы ма? Хорошо? Так, кімнен бастаймыз бірінші? Мен әкеге звондаймын. Давай, Қасиет, кел. Алло, пап. Осы жерден бастап атмосфера өзгерді. Себебі жақын адамына көптен бері айтпаған жылы сөз жеткізу ол қиын әрине. Да, я вас тоже люблю. Кешіріңізші мені, ренжімеңізші. Я был таким дураком, честно. Мен енді олай қайталамаймын. Мен де сендерді жақсы көремін. Бәрін үшін сізге көп рахмет. Оқушылардың батылдығы байқалды. Олар да енді жеңілденгендей болды. Өте керемет, оқушылар өте жақсы. Қалай бір жеңілдеп қалдыңдар ма? Сезінді ма жеңілдік бір? Жақсы, звонокқа шығып, бір демалып, содан кейін кітапханада кездесеміз, жақсы ма? Жақсы. Все, келістік. Мәке, ойлашы, менің оқушыларым ғой. Стройшына ақша керек дейді крупный. Прикинь, сен ойлап қойшы, оқушылар. Оның қайдың? Тілек, мынаны қарашы. Міне, ақша таппасың, осы балалар сияқты ақша тауып керек. Адал, дұрыс. Асықпашы, бұл видео қайдан кетті сен? Тілек, Қазақстан бойынша бүкіл видеоның бәрі маған бірінші келеді ғой. Қатырасың сен. Мынаны қарашы. Звонок. Жақсы, мен сабақ көрсін. Мам, пап, мен сіздерге өте жақсы көрем. Сіздерге мың алғыс. Сен маған тек қана әке болған жоқсың. Сен маған үлгі болдың. Сен маған дос болдың. Я люблю тебя, пап. Аман бол. Алло, пап. Я ж тебя очень сильно люблю. Ты же знаешь, да? Пап, өткенде сіз берген сыйлықты сатып жүрген едім. Ішіме сыймай кетті, папа. Соған сізге айтайын деген едім. Жаным менің анашым. Қалайсыздар? Мен сіздерге айтайын дегенім, мен сіздерді қатты жақсы көремін. Рахмет сіздерге. Мұндай өмір маған сыйлағандарыңызға. Өмір деген тамаша екен ғой. Неге маған бұны айтпағансыңдар? Мені барлық қателігім үшін кешірім сұраймын. Білесіздер ғой, мен сіздерді қатты жақсы көремін. Все, рахмет. Сау болыңыздар. Сосын хабарласам. Жақсы, молодцы, давайте поддержим. Қалай, енді бір жеп-жеңіл болып қалдыңдар ма? Бір чувство сондай күшті болып тұрмағандай. Арқадан жүк түскендей да, сондай да. Мына осындай кезде жақсы идеялар пайда болады миға. Ағай, давайте сіз. Жоқ, мен звондамаймын. Жоқ, мен детомскімін ғой. Ойнап айтам. Айтпақшы, мен көп бақ болмайды, томедис ана мұғалімдер бөлмесін алып келші бар. Маған ол жерге кіруге болмайды ғой. Нормально, ол жақта ешкім жоқ, сабақта. Хорошо, қазір келемін. Осындай кезде ручка мен қағаз керек. Сол кезде идея. Мен де шығып келейші. Баш. Сондай кезде, мына идеям бар жазған кезде. Так. Сен мұнда не істеп жүрсің? Жай, сенмен көмектесейін деп. Онда осы жерден көк папканы іздеші, менімен бірге. Все, окей. Көк папка. Может, он сам забыл свою папку? Сол білмеймін, осы жер жатқан шығар, іздеу керек. Представь, бізге біреу сыртынан қараса, ұрлықшы деп ойлайтын шығар. Точно, ана жерге барып шиц қарап тұршы, а то сабочка келіп қалса, вообще болады. Шиц? Қайдан үйреніп аласың сондай сөздерді? Так.
Томи, шит. Мен сразу шит болмайды шығар. Анатолий, шит. Қалайсың? Жақсы ма бәрі? Иә, бәрі жақсы менде. Сол жүрген не болды? Иә, айта берсеш. Мұнда мен ғана, Сейф екеуміз ғана. Сейфтегі ақшалар ғана. Айта бер. Күліп тұр. Томи, мен бірінші сыныптан бастап... Тістен қой саған. Білмедің бә, түспей ме екен? Мен қорқып отырмын. Мына жерден қалай шығамыз? Завуч қашан кетеді? Айттым ғой сен, қорқасың деп. Саған жалғыз жүруге болмайды. Сен Айнагүл апайдың айтып отқанын естіп жатсың ба? Жоқ, тек қана сені соққан жүрегін естіп тұрмын. Сосын не ғой? 2 апта күтсін енді. Иә, конечно. Солай жасау керек. Сосын не айтайын деген білесің ба? Короче, бір-екі мұғалім жіберсеші бері қарай. Келісіп жұмыс жасайды дегендей. Иә, сөйте ғой. Жарайды, бүгін болса бүгін, ертең болса ертең. Просто профсоюздің мынау ақшасын тапсыруым керек менше. Иә, конечно, алып қалам долямды. Менің долям ғой ол. Еді. Анау пентхаустың үстінде балконда тұрып, тауларға қарасам деймін да. Сөйте ғой ендеше. 6 миллиондай мен задатық беріп қойайын. Аха. Жарайды. Давай, пока. Аха. Есіздің ба? Иә. Бізге керек сума ғой. Папканы іздейік. Не істеп жүрсіңдер мұнда? Бізді Тілек ағай папкаға жіберген, соны іздеп жатырмыз. Тілектің полкасы мұнда ғой. Рахмет, сау болыңыз. Мүмкін Тілекпен сөйлесіп көрерміз. Завуч туралы сол білет шығар. Я мен де солай ойлаймын, өйткені Тілек осы темада ылғи шығып кете береді. Жоқ, олай емес. Тілектің бүкіл фокусыға балаларда. Негізі Тілекпен ақылдасқан жақсы. Как раз босап қалған шығар. Ақылдасып қайтамыз ғой. Көрейік алдық. Ақылдасайық. Жүріңдер кетті. Вот, еще ақшамен бүйтеді ғой. Қойш, шын ба не? Иә, Тамир, айтшы. Иә, мен еще видеоға түсіріп алдым, қараңдар. Так, оқушылар. Давай, по местам, неге жинап қалғансыңдар? Тілек ағай, біз жаңа Бауыр екеуміз мұғалімдер кабинетіне болдық. Иә. И завучтың әңгімесін естіп қалдық. Мен еще видео түсіріп алдым. Жоқ, оқушылар біреудің әңгімесін тыңдауға болмайды. Жоқ ағай, қараңызшы видеоны. Не видео бұл? Мынау біздің. Иә. Сіз болды? Қазір қараймыз. Қараңдар, кендір. Анатолий Красовой. Это завуч па не? Таки, сен профсоюзға қатысың бар ма айтшы? Жоқ. Мына жерде сұрақтар туындап жатыр. Не болды тағдан? Біздің бәрімізден жұмысқа кіру үшін ақша жинап жатыр. Мүмкін мұнда біз жай жүрген шығармыз, завучтың қалтасын толтырып. Завуч. Бәсе мен оқушыларым осы маған видео көрсетті ғой. Ананың ішінде завуч деген сейфте ақша санап отыр. Ақша санап отыр? Иә, анау өзінің қалтасына кететін ақша екен, манағы профсоюздің ақшасы. Мүмкін анау ақша қалтаға кеткенше, мүмкін емге? Қандай емге? Сенде естіген жоқсың ба міне? Жоқ. Баян Жомартқызы туралы. Жоқ. Баян Жомартқызы 9-шы А сыныбының сынып жетекшісі. Аварияға түскен, енді емге ақша керек болып отыр. Мүмкін қалтаға кеткен ақшаны
емге жұмсармыз. Давай, Таки, я готов. До конца тұрасына ма тек? Әңгіме жоқ. Әрине, келісеміз. Бірге істейміз бәрін. Келісеміз. Точно ма? Точно, ушымызды аламыз. Болды. Так, оқушылар, давайте по местам бәріміз. Мынандай идея пайда болды. Мен Ошана әріптесіммен ақылдастым. Біз Баян Жомарт қызына көмектесеміз барлығымыз. Бізде жақсы план бар. Енді олар үшін маңыздысы ертеңгі күн тәртібі. Кім нешеде жұмыстан шығады, қай уақытта ол жерде ешкім болмайды. Осының барлығын олар бүгін біліп, ертеңгіге дайын болу керек.